Балалар, біз өткенде тары еккен болатынбыз, неге тереzen алдына егіп қойғанбыз. Кәнекей келіп, көреші келе қойыңдар. Міне, өздеріне еккен тарылары мінекей. Қандай әдемі болып өскен, балалар? Аяқ өтікі. Абылайдікі, мінекей, көрдер ма? Жазылып отыр барлықтарында. Қараңдар, тарыға қарайшы, қалай болып өскен балалар? Тарының сабағы биік, жапырағы қандай? Жапырағы ұзын екен. Мынау хандікі. Еркен назікі ма? Балалар, қазір бүгін біз осы тары жайлы көптеген мәлімет алатын боламыз. Бізге әжелер қонаққа келіпті. Кімнің әжесі қонаққа келді? Қазір біздің әжелеріміз тарыдан талқаннан жер жасауды үйрететін болады. Бүгін біз қазір мына тары дәннің тәтті саяхаты ертегісін тамашалайық, барлығымыз экранға назар аударайық. Кең далада кішкентай ғана тары өмір сүріпті. Тары дәні өте кішкентай болса да арманы үлкен екен. Мен бір күні пайдалы дәнді тағам болғым келеді. Бір күні жылы күн шығып, жаңбыр жауып, тары дәні топыраққа түсіп өсіп шығады. Өсе-өсе үлкен болып, алтын түсті масаққа айналады. Жаңа көрдік қой экраннан балалар, Не істеді тары? Бірінші тарыны егеміз, топыраққа. Сол күнмен топырақтың көмегімен ол өседі екен, Содан кейін оны біз жинап алады екенбіз. Балалар, мен сендермен қазір қызық ойын ойнағым келіп тұр. Ойнаймыз ба, балалар? Ендеше қазір мен музыка қосамын, Музыка әуеніменен билеп жүріп, музыка тоқтаған кезде мына тұрған суретті үлгіге қарап құрастырамыз. Жарай ма? Олай болса кетті. Қандай сурет шықты? Сол суретті алып, сол топқалар бөлінеміз. Ала қойыңдар, суреттерді ала қойыңдар. Ал енді топқа бөлінеміз. Дұрыс, барамыз, үлбедін. Мынау біздің алдымыздағы тұрған тары. Яғни бұл дәнді дақтары түрінде жатады. Ал мынау тұрған өздері көп тұрғанда мынау келе деп аталады. Бұл келе деген көне қатты ағаштан жасалынатын іші терең келе деп аталды. Ал мынау тұрған бұл келсап. Осы мына біздің дәнді дақылдарды ұттап жақсылап майдалыққа арналған құрал. Түсінікті ғой балалар, Міне балалар, бұл біздің қол диірменіміз. Бұл қол диірменімізді бұрынғы ата заманымыздан келе жатқан біздің хиниямыз. Диірменді бұл қыша тастан жасалады. Жоғарғы жағы қозғалатын, төменгі жағында қозғалмайтын деп екіге бөлінеді. Бұл диірмен қол диірменіміздің ортасында ойып, мына тары, бидай, жүйері салып, ұнтауға арналған сабы қол жанында ағаштан жасалған сабы болады. Бұны біздің бұрынғы ата-бабамыздың әрқайсысының үйінде болған. Жетті өзің білесіңдер, жаңағыдай тарыны қуырып, суытып, оны барып диірменге тартып, талқан жасайды. Талқанынан жен жасайды. Талқан жасау үшін біз не істейміз? Сары май қосамыз, қант қосамыз, или бал қосамыз, одан жен жасаймыз. Жен ол қойымды тамақ. Ежелде қазақ халқы оны ұзақ жолға сапарға алып жүретін. Наурыз мерекелерінде тойда дайындалатын.
Ал енді біз енді тағы өзіміз жент жасаймыз. Мынау келі, мынау кесарымыз. Осыған мынау тарыны салып, сөл жасаймыз. Мінекей. Мына алдарында тұрған тарыны, келіге салыңдар. Сосын қазір мен сияқты жаса, түйесіңдер. Сал, бәрін салам. Екі қоймаса, балалар, мына диірменде топты алып, диірменге тартып, бұрынғы әжелеріміз диірменге өсіп тартып, сарыдан жарма жасаған. Балалар жай айналып, қалқан шығарып. Қалқанға не саламыз? Май саламыз, е? Май. Сосын? Қап саламыз, е? Молодец. Сосын араластырамыз, е? Енді жем дайын болды. Дайын болған жетті сендерді ыстары салып беремін. Өздері мына оюға салып, жем істейсіңдер. Мына ішіне салыңдар. Содан езіп, әдемі салыңдар. Ай, молодец. Әдемі оюлы жем шығады. Осыдан кейін мына оюлыларды көтеріп, Mene, oyunu. Evet. Mene kaçayım çıktım benim. Ay молодец ne kaçayım. Suyumuz dayım болып қалды мінекей. Ал енді бұны қазір ыдысымызға аударып аламыз. Енді мұны қауызынан тазартып алу үшін мінекей бұлай желпіп, мінекей жел болған кезде үрлейміз. Мінекей қауызды бір бөлек, біздің суымыз бір бөлек болып әрден болып шығады. Көрдіңдер ме балалар, мінекей. Ой, керемет тамаша мінекей. Иісі қандай тамаша бұрқырап тұр. Әрине жеуге болады. Сап-сары кәміресі, ал кәмір көрегенде. Мына сөгімізді мінекей қайта-қайта әдем болу үшін біз қайта-қайта желпуіміз керек. Сол кезде оның сыртындағы қабықшалардың барлығы желмен құшақтағда, ортасында біздің мына сөгіміз мінекей. Көрдіңдер ме? Сап-сары қанықтай сөгіміз сонда дайын болады балалар. Ой, ерген асының сөгім дайын болыпты, е? Молодец, күште болыпты, кәнке. Кәнке сен. Ауда. Әже, мен сақты. Менікі де әдем болды. Жарайсың. Мен де сенсе талған сақты. Міне көрдіңдер ме балалар? Біздің тартқан сөгімізден талқан шықты. Көрдіңдер ме балалар? Талқан шықты. Кәні өзімізден шыққан талқандардың бәрін кәні қолымызбенен саламыз. Дайын талқандарымызды саламыз. Кәні балалар? Дайын талқандарымызды арықтан зермендерінен әдемі талқан шықты.
ойыма күшті істеп жатыр. Ай, жарайсың. О, Нұрбердің құрты күшті болып жатыр. Дамы көрінді. Қандай еді дамы? Дәнді ма? Әне дәнді. Құрамда сарымай, қанды бар. Біз балалар әжелермен жұмыс жасадық, иә? Кім қандай жұмыс жасады, кәнеке? Кім айтады? Мен қаның әжесіне барып сүт талғау жасадым. Жарайсың. Тағы кім қай әжеге барып жұмыс жасады? Кім айтады? Айтады, мен айтады. Қаның әжесіне барып дәм таптым. Тағы да кім? Қандай жұмыс жасады? Қан айта ғой. Мен Екнардың әжесінен қап жасадым. Мен әжеме бардым. Әжемнің қасында отырдым, тарыны соққып жасадым. Менің әжеме қатын тауға жасауын үйрендім. Мен ханның әжесінен демел тартуды үйрендім. Терменнен не шықты, Ерасыл? Талқан шықты. Жарайсың, талқан жасапты, Ерасыл. Балалар, біздің әжелеріміз сендерге талқан жасауды, дермен тартып, талқан жасауды, жиен жасауды үйретті, иә? Енді біздің әжелеріміз үйіне асыға отыр екен, немерелеріне барғысы келіп отыр екен, иә? Ал әжелерімізге сау болыңыз деп айтамыз. Ой, жарайсыңдар балалар. Апай, не деймін? Әжелерімнен біраз нәрсені үйрендіңдер, иә? Рахмет балалар, қандай керемет балдарсыңдар. Әжелерге рахмет деп айтамыз, кәнеке. Рахмет. Балалар, қазір біз тары жинау ойынын ойнайтын боламыз. Я!